Жаным қазақ боп туғанға мақтанам, қаным қазақ боп туғанға шаттанам, мақтанам ағайын. Қайда жүрсек те бай қуатты болып, ірі болайық, тірі болайық, крутой қазақтың бірі болайық ағайын баршамыз. Олай болса, әкешім бір тілегін айтсын, анашым өзіңіз қорытындайсыз ғой. Ал әке, микрофон берейін. Құрметті, қадірлі, жиналған осында ағайын туыстарым, әуел балаларым, мен бүгінгі осы тойға өте ризамын. Әуел балаларыма мен жасап, мен сыйлап осылай менің тойым жасап жатқан. Келген туыстарыма, ағайындарға, достарыма, балсыздарыма, мына бөлелеріме, мына ведущий жігітке, тамадаға, администраторға, мына аспаздарға тегіс түгеліне рахметін айтып береді. Алыстан келген, Россиядан келген туыстарым бар. Екібастан келген, солардың барлығына үлкен рахметімді айтамын. Сонысынан келгенде? Елден келген туыстарым бар. Солардың барлығына рахмет айтып беремін. Мен түгелін жақсы көремін. Балаларымды да, туыстарымды да, достарымды да барлығын бірдей көремін. Өйткені менде сондай жүрек. Келіндерді қалай жақсы көремін. Өте жақсы көремін. Қыздарымды, балаларымды. Мен сіздерге тілейтінім, қашанда болсын сіздердің дендеріңіз сау болсын. Бала-шағаларыңды қызықтаңдар, туыстарыңды қызықтаңдар. Жора жолдастарыңды қызықтаңдар. Қашанда болсын осылай той-томалақтан қалмаңдар. Сыйлас болайық. Туыстар. Тіршілікте сыйлас болсақ, ол не керек басқа қызық? Ешқандай қызық болмайды өмірде. Мен немерелерім мен жиендерім жақсы көремін. Одан артық ешкім жоқ ма? Олардан. Одан да балаларымнан да жақсы көремін. Маған да бір тәтті сөздерін, тілдерін тыңдап отырмын. Қашан да болсын осы қазақтың төрінде той бітпесін. Ал енді осы тойды думандататын осындай жүргізуші жігіттеріміз болсын. Өйткені қызықты қашан да болсын көтеретін солар. Біз тек қана соларға қосыламыз, қызықтаймыз, жастарымызды қызықтаймыз, балаларымызды қызықтаймыз. Ешқашан да сол қызық бітпесін. Ал енді қайшаға берейін. Бәріқтарына осы тойға келіп, Рамазанды қызықтап келгендеріне бәріқтарына рахмет. Осы тамадаға рахмет. Рамазан айтып, қандай жақсы өткізіп жатыр дейді. Мен дауысы біреуге келісем дедім бе? Танымал дауысы дейді. Жақсы жүргізеді екен дейді. Рахмет сіздерге, бәріқтарыңызға. Рахмет, бәріқтарына тек зор денсаулық, ашық аспан болсын. Осылай тойға тек жалғаса берсін. Алла жазса 2 жылдан кейін сол алтын той болады дейді. Осы менің 2 ұлым, 2 қызыма үлкен рахмет. Жылама. Рахмет бәріқтарына. Қуаныштың көз жасы ғой. Міне әкем де, анам да қандай тамаша тілек айтып жатыр. Алла тек баршамызды жылатпасын ағайын. Бауырымыз бүтін болсыншы қайда жүрсек те.
Сондықтан да мен әкем мен анамызға өте риза болып жатырмын. Бірінші алла Құдайға рахмет, осы балаларына рахмет, той беріп жатқан расында да. Әке, аяулы ардақты Рамазан әке, енді сіз шөберелеріңіз ертең болады, сонда солардың рембо көріңіздер. Әжемізге барып айтамыз деп, сол бір сәттер қызық бола берсінші әулетімізде. Ата-анамыз бақытты болсын. Балалары бар, балалары жақсы болса, ата-ана бақытты болады. Сондықтан да осылай балаларыңыз сіздер қуанта берсін дейді. Жүз жасасын әкелеріміз, бақытты болыңыздар. Ал бір қол қыздар фотоға түсіп, енді бір тамаша әнімізді айтайық, сонымен біз содан кейін бата жасаймыз, сосын кішкене би қояйық.